Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 3. Бала абайдан дана абайға дейін. Бірінші тапсырма тыңдалым. Аудиожазбадан халық ақыны Нұрпейіс Байғаниннің абайға айтарым өлеңінің алғашқы 2 шумағын тыңдап, негізгі ойды болжаңдар. Өлеңге басқа атау беріп көріңдер. Өлеңдегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстырыңдар. Өлеңдегі негізгі ой абайдың ақыл парасатын, ақындық шеберлігін ұлықтау. Өлеңге атау қазағымның бәйтерегі. Өлеңде айтқандай абайға еліктеп Шәкәрім Мұқағали сынды ақындар өлең жазған. Ұлы ақын шығармашылығынан шабыт алып, мол өнеге алған. Екінші тапсырма оқылым. Мәтінді тыңдалым мәтінмен салыстырып, тақырыптық, мазмұндық, тілдік, жанрлық айырмашылығын анықтаңдар. Бала абай. Ұлы ақын ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы Абай Ибрахим Құнанбайұлы Шығыс Қазақстан облысы, бұрынғы Семей уезі, Абай ауданында, бұрынғы Шыңғыстау болысы дүниеге келеді. Ауыл молдасынан оқып жүрген кезінде ақ зеректігімен көзге түседі. Кейін Семей қаласындағы 3 жылдық медреседен білім алады. Медресенің 3-ші жылында Приходская школаға түсіп, орысша сауатын ашады. Абай көпті көрген әжесі Зеренің тәрбиесінде болды. Шешесі Ұлжан да ақылды ананың бірі болған. Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы балаларының ішінде Абайдан көп үміт күтеді. Билікке баулу мақсатында оны оқудан ерте шығарып алады. Ел ісіне, ел билігіне жастай араласқан Абай тез есейеді. Әке тапсырмасымен ел аралап, ел ішіндегі әңгімелер мен билердің шешендік сөздеріне құлақ салып, жадына тоқып өседі. Абай араб, парсы, шағатай тілдерін үйренеді. Шығыс әдебиетінің алыптары Низами, Қожа Хафиз, Науаи, Физули тағы басқа ақындардың өлеңдерін жаттап өседі. Кейін ол орыс тілін өздігінен үйреніп, орыстың ұлы ойшылдары Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Салтыков, Щедрин, Некрасов тағы басқа шығармаларымен танысады. Соның арқасында дүниетанымын кеңітіп, білімін шыңдайды. Оқи жүріп, білімін толықтыра жүріп, 40-тан асқан шағында ақындыққа бір жолата бет бұрады. Ұлы ақын 1904 жылы қайтыс болды. Сүйегі Жидебай деген жерге қойылды. Қазір сол Жидебайда ақынның өзі тұрған үйде әдеби мемориалдық мұражайы бар. Абай Құнанбаев библиографиялық көрсеткішінен. Оқылым мәтіні, тыңдалым мәтіні. Тақырыбы: оқылым мәтіні Абайдың ақындық келбеті, тыңдалым мәтіні Бала Абайдың зеректігі. Мазмұндық ерекшелігі: оқылым мәтіні Абайдың ақындық шеберлігі туралы, тыңдалым мәтіні Абайдың бала кезден зерек болып білімге құштар болып өсуі туралы. Жанры: оқылым мәтіні өлең, поэзия жанрында жазылған, тыңдалым мәтіні мақала жанрында жазылған. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: Абай өзге тілдерді неліктен үйренді деп ойлайсыңдар? Абайдың өміріне қатысты басқа қандай дерек айта аласыңдар? Басқа да тілдердегі кітапты Абайдың өзге тілді үйрену себебі басқа да тілдердегі кітаптарды оқу және оларды қазақ тіліне аударма жасауды көздеген болу керек. Абайдың ата тегі тобықты руынан шыққан, ауқатты отбасылар қатарынан болған. Аталары Өскенбай, Ырғызбай атақты билер болған. Тағы басқа. Үшінші тапсырма: оқылым мәтінен көнерген және қолданысқа қайта енген сөздер тауып кестеге жазыңдар. Көнерген сөздер: уез, облыс, болыс, аудан. Артық болмас білгенің. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев. Онан асқан бұрынғы соңғы заманда қазақ даласында біз білетін ақын болған жоқ. Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды әлемге танытамыз, қазақ халқын танытамыз. Абай әрқашан біздің ұлттық ұранымыз болуы тиіс. Орыстар үшін Пушкин, ағылшындар үшін Шекспир, грузиндер үшін Руставели қандай ұлы құбылыс болса, Абай да қазақтар үшін сондай теңдессіз құбылыс. Қайсын Құлиев. Төртінші тапсырма: Абай Құнанбайұлы қанатты сөздерінен өздеріңе ұнағанын жаттап алыңдар. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Пайда залалды айыратұғын қуаттың аты ақыл. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Адам баласына адам баласының бәрі дос. Бесінші тапсырма: Абай туралы пікірлерді Абайдың даналық сөздерін негізге алып, 2 тапсырманың бірін орындаңдар. Мен таныған Абай тақырыбында хабарламалық эссе жазыңдар. Эссе жазу барысында көнерген сөздердің қолданылуына мән беріңдер. Абайға қатысты мәліметтер жинап, тек қана көнерген сөздерден тұратын кластер құрыңдар.
Эссе «Мен таныған Абай». Мен таныған Абай тек қана ұлы ақын, ойшыл, композитор емес, сонымен қатар терең парасатымен, адамгершілік қасиеттерімен ерекшеленген тұлға. Абайдың аталары елге танымал би, әкесі болыс болғандықтан Абай да ел билеу ісіне араласып, жақсы-жаманды көріп ерте есейеді. Абайдың көркем шығармалары арқылы оны тану, өмірдің терең мағынасын іздейтін ойшылдың, халық тағдырына алаңдайтын патриоттың бейнесін көруге мүмкіндік береді. Оның өлеңдеріндегі табиғат суреттерінің әсемдігі, адам тағдырының қайғылы кезеңдерінің шыншыл бейнеленуі, философиялық ойлардың тереңдігі мені әсерлендіреді. Оның «Қыз», «Жел үстінде жарғай» сияқты шығармаларындағы суреттеу өнері, көркем тілі өзіне тартады. Сонымен менің таныған Абайым тек көркем сөз шебері емес, сонымен қатар терең ойшыл, адамгершілігі жоғары, халық сүйген ұлы тұлға. Оның шығармашылығы және өмірі маған үлгі болып, өмір жолымды айқындауға көмектеседі.